Үшарал қаласында Қазақстан Республикасы мемлекеттік тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында мемлекеттік тілді үйрету, әдіс, тәжірибе, шығармашылық атты облыстық көшпелі семинар өтті. Мақсаты мемлекеттік тілді оқытудың әдістемесін жетілдіру, озық тәжірибені зерделеу және қорыту, оқытудың инновациялық әдістері мен технологияларын тәжірибеге енгізу дейді ұйымдастырушылар. Біз енді осы мына Алакөл өңірінде де келдік. Енді Алакөл өңірінде де халық санын өздеріңіз білесіздер. 74-75 мыңға жуық халық саны бар. Үлкен аймақ, одан бөлек туристік аймақ деп жатырмыз. Қазір мына өздеріңіз білесіздер, мына Алакөлдің жағажайы қазір ашылып жатыр. Қаншама сырттан келетін адамдар бар, азаматтар бар. Одан бөлек бұл жерде жаңағы шекаралық аймақ, әскери қызметкерлер бұл жерде өте көп. Әскери жаңа гарнизондар дейміз бе? Қаншама әскери адамдар бар. Ол кісілермен де біздің мына осы өңірдегі филиалымыз тіл оқыту орталығы сол әскери адамдармен тығыз жұмыс жасағандықтан бізде осы жерге сол мемлекеттік тілдің маңызын, мақсаты жаңағы қандай екен айқындап осы жерде тілдің мәселесін көтеру үшін біз осы өңірге де жаңа келіп осы семинарды өткізіп отырмыз. Жиынға Жетісу облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Туғанай Исламғалиқызы, Жетісу облысының тіл оқу әдістемелік орталығы және Ақсу аудандық филиал қызметкерлері, Үшарал қаласы әкімдігінің тілге жауапты мамандары, ауданның зиялы қауым өкілдері, мәдениет үйі қызметкерлері, кітапханашылар, өңірдің ақын жазушылары, аудандық әскери бөлімшелердің тіл мамандары мен бақ өкілдері қатысты. Біз осындай, әрбір осындай қуатты елге айналайық, шуақты елде өмір сүрейік деп келе жатқанымызда біз бабалардың ерлігін ұмытпауымыз керек. Қашанда біз сол кісілердің рухына құрмет жасап барып, сол кісілердің осы біздің табанымыз тиіп отырған қара топырақтың астында бабаларымыздың қаншама қаны бар екен, аналарымыздың қаншама көз жасы бар екен, табанымыздан өткізіп жүрегімізге жеткізгенде, әрқайсымыз санамыздан өз-өзінен жаңа айтып отырған ұлттық рух ояна кетеді. Ол үшін біз шынымен де бабаларымызға рахмет айта білуіміз керек. Шара барысында Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткерлері, белгілі тіл жанашырлары сөз алды. Оның ішінде облыстық Жетісу газетінің бас редакторы Әміре Жұматай Оспанұлы және Жетісу медианың контент менеджері Жайлаубаев Жұмахмет Жанахметұлы бар. Таң азанмен көзімізді аштық, біз қатеге сөйлеп отырмыз. Қайырлы таң, қайырлы күн, былай қарасаңыз. Кеш жарық деген бар. Сонда қазір қалай? Қазір ғалымдардың айтуы бойынша, мысалы қайырлы таңымыз неге біз ауыстырмасқа таң жарық деп. Қайырлы күніміз неге күн жарық деп аудармасқа. Кеш жарығымыз бар. Қайырлы түнімізді түн тыныштығын берсін. Әдемі ғой. Былай қарасаңыз. Күніңіз жарық болсын, таңымыз жарық болсын. Мысалы, осыншама кетіп жатқан, жай ауызекі тілдің өзінде кетіп жатқан мысалы қателіктер қаншама. Әңгіме барысында мемлекеттік тілді дамыту, оның қолдану аясын одан әрі кеңейту және мәртебесін көтеру мәселесі бойынша, сонымен қатар мемлекеттік тілді үйретудегі әдіс, тәжірибе туралы айтылды. Сендер аман болыңдар, жақсы адамдар. Жақсы адамдар бұзылмас тас қамалдар, табаныңның астында жатады әлі пенделіктен өресі аспағандар. Жақсы көрем сендерді жақсы адамдар, жүрегіңде өйткені әппақ ар бар. Сендер жайлы шырқалар асқаған бар, күйіп кетсін көрілмас патшағарлар. Абзал Сүлеймен, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алакөл жаңалықтары. Адамдықтың алдында аласары биік тұрған қашанда пенделіктен.